Қалалардың қарқынды өсуінің қандай себебі болуы мүмкін? Бұл өзгеріс қандай процесті білдіреді? Урбандалу халықтың қалаға шоғырлануы, қалалық өмір салтының кеңеюі, өнеркәсіптің дамуы нәтижесінде пайда болатын құбылыс. Тоқырау жылдары КСРО-дағы урбандалу үрдісінің белсенді кезеңі болды. Тоқырау жылдары дегеніміз 1960 жылдардың аяғынан басталып, 1980 жылдың соңына дейін жалғасқан КСРО-ның экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуындағы бәсеңдеу кезеңі. Экономика бір қалыпты тоқырауға ұшырады, бірақ өнеркәсіпті кеңейту жалғаса берді. Сабақтың тақырыбы: тоқырау жылдарындағы демографиялық процестер. Осы сабақта Қазақстандағы урбандалу процесіне әсер еткен факторларды анықтайтын боламыз. Сталиндік депортациялар, тың игеру, өнеркәсіптік миграция нәтижесінде Қазақстан көпұлтты аймаққа айналды. 1960 жылдарға қарай Қазақстанда 100-ге жуық этнос өмір сүрді. Бұл жағдай Қазақстанды халықтар достығының зертханасы деп атауға негіз болды. 1989 жылға қарай этностар саны 130-дан асты. Урбандалуға әсер еткен негізгі факторлардың бірі ол өнеркәсіптің дамуы болды. 1950-70 жылдары Қазақстанға келушілердің негізгі ағыны орталықтың индустрияландыру саясатына байланысты болды. Республикада бүкіл одақтық деңгейде маңызды саналатын Қарағанды металлургия комбинаты, Павлодар Екібастұз энергетикалық кешені, Маңғыстау мұнай-газ кешені, Теміртау, Рудный, Балқаш, Жезқазғандағы ірі зауыттар сияқты өнеркәсіп құрылыс нысандары салынды. Бұл кәсіпорындарды жұмыс күшімен толықтыру үшін одақтың түкпір-түкпірінен мамандарды, инженерлерді, жұмысшыларды тартты. Қазақстандағы урбандалуға әсер еткен келесі фактор тың игеру. 1954-62 жылдар арасында тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде Қазақстанға 2 миллионнан астам адам келді. Бұл ауыл шаруашылығын дамыту мақсатымен ұйымдастырылған жаппай көші-қон болды. Салдары: қазақ халқының үлесі төмендеп, республиканың этнодемографиялық құрылымы өзгере түсті. 1968 жылдан бастап сырттан келушілер саны азайғанымен, көшіп келген халық табиғи өсім есебінен өсе берді. 1970 жылы халық саны 13 миллион, 1979 жылы 14 миллион 600 мың, 1989 жылы 16 миллион 500 мыңнан астам болды. 1989 жылғы санаққа сәйкес, қазақтар 40%, орыстар 37,4%-ды құрады. Қалған пайызы негізгі этностар: немістер, украиндар, өзбектер, татарлар, ұйғырлар, корейлер болды. 9 этнос бүкіл халықтың 95,6%-ын құрады. Қазақстанның көпұлтты құрылымы дәл осы кезеңдерде түпкілікті орнықты. Қазақстандағы урбандалудың ерекшеліктері. Қазақстанда 1960-80 жылдары жаңа қалалар мен жұмысшы кенттері пайда болды. Инфрақұрылым дамыды, жолдар, темір жол, тұрғын үйлер, мектептер, ауруханалар салынды. Қала халқының үлесі үздіксіз өсе бастады. 1970 жылғы санақта алғаш рет қала халқы 50,3% болып, ауыл халқы санын басып озды. Бұл кезеңнен бастап Қазақстан көпшілік қалалық елге айналды. Бүгінгі таңда Қазақстандағы урбандалу үрдісі жалғасуда. Халық ірі қалаларға шоғырлануда. Қызмет көрсету, бизнес, логистика, IT салалары қалалардың өсуіне әсер етеді.